Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жұлдыз Өмірғали, және де Ой жұмбақ мультфильмінде менің кейіпкерімнің есімі Валентина, лақап аты Вэл. Бізбен отырасың ба? Мына қыздарың нағыз от екен. Бірақ толық тұрғанымызды білдірмеуіміз керек. Қазір қатырам. Қуаныш, жай сұрағаным ғой. Бәлкім рахмет, қазір емес. Менің өзімнің сүйікті мультфильмдерімнің бірі бала күнімнен ол Золушка мультфильмі болған, және де барлық сол көбінесе принцессаларға қатысты мультфильмдер сүйіктілердің қатарында болған. Бірінші көзіме түскені бұл жерде Валентина өте ашық жанды, өзінің достыққа деген ашықтығын көрсетті. Райлиді бірден өзінің мінезімен баурап алды. Қаншалықты бір үлкен жұлдыз болып көрінсе де сырт көзге ол өте қарапайым екенін де білдірді. Бірінші бөлімнен кейін енді қазір тағы бір мәрте ашылайын деп тұр, эмоция жағынан. Бәріміз енді жаңа түрде естиміз, ұяттан бөлек әртүрлі эмоцияларды көреміз осы Ой жұмбақ 2-де. Сәлем. Мен Реймін. Заттарымды қайда қояйын? Жаңа эмоция. Кешіріңдер, біз жағымда алғашқы әсер қалдырғымыз келмеді. Біз дегенің кім? Мен қызғанышпын. Шашың әдемі екен. Ой, жағындама. Бұл жаңа Райлидің бастапқысында кішкентай кезіндегі эмоциялар болса, қазір мектеп қабырғасында өскен андай қыздың, бойжеткен қыздың эмоцияларын сондай ертең өсе келе сол жаңағы әкесінің шешесінде көрсетіп жатады ғой эмоцияларын. Ол жерде тіпті коллегиально бәрі жаулап алған отырады, өстіп эмоциялар туралы. Ой жұмбақ сіздерге мультик ретінде өздеріңіз тануға көмектесетін дұрыс қарым-қатынастардың құралы. Фильмдерде, телехикаяларда былай адам эмоцияны шығаруға былай жесттарды қолданады ғой, былай шошығанда көзің, беттің, жаңа тек қана дауыспен болғандықтан, әрине бұл жерде қолданбай қалмайды. Денемен де ойнайсың, сол денемен ойнаған арқасында дауысты ойнай бастайды. Сол жаңағы итеру, құлау, шақыру, аяу, соның барлығы денемен бірге ойнап дауыс шығады. Маған пас бер! Райли! Барша Дисней мультфильмдерін сүйетін қауымына айтарым, Ой жұмбақ 2 13 маусымнан бастап барлық кинотеатрларда қазақ тілде, орыс тілде өтетін болады. Сіздерді асыға күтеміз. Бұл мультфильм сіздерге және сіздердің балаларыңызға өте керемет әсерін қалдырады. Жақсы ой түйіп, көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын мультфильмдердің қатарында Ой жұмбақ 2 сіздердің назарларыңызда болу керек. 13 маусым барлық кинотеатрларда сіздерді күтеді. Есігіміз ашық, ол кезде де сіздермен кездесуге дайынбыз.